Секс сауат мәселесі маңызды тақырыптардың бірі. Алайда бүгінде технология мен ғылым дамыған заманда адамдардың санасында қыздың пәктігі туралы қате түсініктер мен соқыр нанымдар әлі де бар. Бұл мифтер тіпті медиа арқылы тарайды. Ал кейбір медицина өкілдері кейде осыған қатысты ғылыми негізі жоқ ақпаратқа сүйенеді. Ал мұның зардабын қыздар тартады. Сондықтан да қыздардың пәктігі туралы мифтерді талдау аса маңызды. Ендеше, перде туралы мифтерді қарапайым сөзбен талдайық. Пәктік ғылыми немесе медициналық түсінік емес, ол әлеуметтік, мәдени және діни концепция. Дегенмен мифтерді тексеру барысында бұл сөзді және алғашқы жыныстық қатынасқа дейінгі адамның күйін білдіретін күнделікті қолданыстағы сөздерді пайдалануға тура келді. Бірінші миф. Алғашқы жыныстық қатынас кезінде қыздық перде жыртылады. Перде сөзінің, яғни латынша хайменнің қолдану себебі көп жағдайда әйелдердің жыныс мүшесі қалай қалыптасқаны туралы қате түсініктерден шығады. Көп адам пердені қынапқа кіре берістегі тесікті қаптап тұрған пленка тәрізді қатпар деп ойлайды. Алайда бұл қате, негізінен ол дөңгелек пішінді, қынаптың шегін бойлай орналасады және тесіктің бір бөлігін ғана жауып тұрады. Ересек адамдарда ол перде созылады. Сондықтан еркектің жыныс мүшесі не саусағы кіргенде хайменді жыртпайды және теспейді. Көп жағдайда хайменді зақымдамай-ақ оңай өтіп кетеді. Әркімнің хаймені әлеуметте кең тараған атауы пердесі әртүрлі. Ол сыртқы пішіні, көлеміне, формасына және түсіне қарай ерекшеленеді. Оның түрі келесідей болуы мүмкін. Екінші миф. Алғашқы жыныстық қатынастағы қан қыздың пәктігін білдіреді. Жоқ, бұл қате ақпарат. Жоғарыда атап өткендей, қыздық перде жыртылмайды. Жалпы, қыздың жыныстық қатынасқа түскені, не түспегені және қанның болуының арасында ешқандай байланыс жоқ. Мұны түрлі ғылыми зерттеулер растап отыр. Сондықтан, қанды пәктік өлшемедеу дұрыс емес. Үшінші миф. Хайменді операция көмегімен қайта қалпына келтіруге болады. Бір қатар елде қыздық пердені қалпына келтіруге арналған операциялар кең тараған. Ол гименопластика деп аталады. Мұны түрлі себеппен жасау мүмкін. Алайда, жоғарыда атап өткеніміздей, екі мифті талдаған кезде хайменнің жыртылмайтынын, демек оны қалпына келтіру де мүмкін емес екенін айттық. Ал қан пәктіктің дәлелі емес. Төртінші миф. Қыздың пәктігін медициналық тексеріс арқылы анықтауға болады. Әдетте, дәрігерлер перденің бүтіндігін екі саусағымен тексереді. Шындығына келгенде, хайменді бұлай қарау арқылы қыздың бұрын соңды жыныстық қатынасқа түскенін, не түспегенін, сонымен қатар зорланғанын, немесе зорланбағанын 100% анықтау мүмкін емес. Зерттеулерге сүйенсек, қынапқа жыныс мүшесінің кіргенін растау үшін хайменнің зақымдалғаны және көлемі туралы ақпарат жеткіліксіз. Хаймен, яғни қыздық перде туралы толық ақпаратты сайтымыздан оқыңыз. Сілтеме видео сипаттамасында.